Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Тағы да бір тағдыр, тағы да бір өткен өмір. Бұл ұзақ өмірлік хикая қартайғанда адамдардың азап көру себептерін зерттеуге арналған. Күндер тізбегі сарқылмас, айлар айналмас, өмірдің соңы қалай болатынын ешкім білмес. Әрбір адам өзінің өмірлік жолында түрлі сынақтар мен қиындықтарға тап болады. Бәрі өзгереді. Ештеңе бір орында өзгермей қалмайды. Қиын сәттер өтіп жақсарады. Жақсы сәттер өзгеріп қиындықтар туындауы әбден мүмкін. Айсана ауылдың ең көрікті қыздарының бірі еді. Жастық шағында талай мәрте ауыл жастарын таң қалдырған. Мектепте озат оқып, түрлі өнер жарыстарында жеңімпаз атанған. Университетке түскенде де сол табандылығынан таймады. Студенттік өмірін мазмұнды етіп өткізіп, ең жақсы дипломдық жұмыстар жазды. Оқу бітірген соң Айсанада көп жастарға тән шешіммен ауылға қайтпай, қалада қалуды ұйғарды. Жоғары білім алған ол, мамандығы бойынша ірі компанияда жұмысқа орналасты. Мансап жолында жетістіктерге жетіп, уақыт өте келе директор орынбасары болып тағайындалды. Көп жауапкершілікті талап ететін жаңа жұмыс көп болған сайын, денсаулығына да мән бермей қалды. Жастықпен білінбей, бар ойы, уақыты жұмыспен өтті. Осылай күндер артынан күндер, айлар артынан айлар, жылдар зуылдап өтіп жатты. Айсана 30 жасында тұрмысқа шықты. Күйеуі Бекжан екеуі тату-тәтті өмір сүріп, 2 бала сүйді. Балаларына жақсы тәрбие беріп, оларды өмірге дайындауға тырысып бақты. Бірақ жұмысбастылық, үйдегі шаруа және қоғамдағы міндеттер әйелге ауыр жүк болып түсті. Көбіне үйіне кеш келіп шаршап, балаларына толық көңіл бөле алмайтын кездер де болды. Балалары да тәуелсіз, өз қажеттерін өздері жасай білетін, жауапкершілікті өздеріне алып үйренген болып өсті. Сонымен қатар денсаулығына да аса көп көңіл бөлетін уақыты болмады. Демалыс дегенді де аса талап етпейтін. Басшыларының тапсырмаларын бұлжытпай орындау дағдысына айналған еді. Жылдар өте Айсана қартайып, зейнеткерлікке шықты. Балалары өсіп, өз отбасыларын құрып кетті. Күйеуі Бекжан зейнетке шыққаннан кейін 1 жыл өткенде ауыр дерттен қайтыс болды. Айсана жалғыз қалды. Қарттықта жалғыздықты сезіну Айсана үшін ауыр болды. Оның физикалық жағдайы да нашарлай бастады. Буындары ауырып, қан қысымы көтерілді. Жүрек, қан тамырларының мәселелері пайда болды. Дәрігерлер оған көптеген дәрілер жазып берді. Бірақ олар барлық ауруларды емдемейтін. Қарт адам денсаулығымен күресіп жүріп, өмірінің соңғы жылдарында азап шегетінін түсінді. Айсанаға көмек қажет болды. Балалары алыста тұратындықтан келе алмайтындарын айтты. Оған қамқор болатын басқа ешкім жоқ еді. Ол жалғыздықтан, денсаулық жағдайының нашарлауынан және қартаюдан туындаған физикалық қиындықтардан азап шекті. Әлеуметтік қызметкерлерден көмек сұрауға мәжбүр болды. Алайда ол саланың да ақсап тұрғаны, жағдайының шамалы екені бәрімізге мәлім. Айсананың өмірі көптеген адамдардың тағдырына ұқсас. Қартайғанда адамдар көбінесе жалғыздық пен денсаулық мәселелерінен азап көреді. Әлеуметтік қолдаудың жетіспеушілігі, физикалық және психикалық аурулар, әлеуметтік байланыстардың азаюы, бұлардың бәрі қартайған адамдардың өмірін қиындатады. Адамдар қартайғанда азап шекпеуі үшін қоғамда қолдау жүйелері жақсартылуы қажет. Отбасы мүшелері мен жақындар қартайған туыстарына көңіл бөлгені маңызды. Ең бастысы, әрбір адам жас кезінде денсаулығына мән беріп, өз отбасына көп көңіл бөліп, өмірін жақсы өткізуге тырысуы керек. Әрине, қызмет, мансап, жұмыста өміріміздің бір үлкен бөлігін қамтиды. Сонда да жұмысты екінші орынға қою керек сияқты. Зейнетке шыққан, не болмаса ауырып, жұмысқа жарамсыз болып қалған қызметкерлерін бірнеше күннен кейін ақ есіне де алмайтын мекемелер жоқ емес. Өмірде жиі кездесетін ашы болса да шындық осы. Бұл ұзақ хикая Айсананың тағдыры арқылы қартайғанда адамдардың азап көру себептерін түсінуге көмектеседі деп сенемін. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.